Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибігүл. Бүгін осындай тойымды, дәмді әрі әдемі болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін тауықтың төс етін қайнауға қойып қоямыз. Ішіне тұз саламыз. Және де саңырауқұлақтарымызды жумаймыз. Осылай сыртын қолымыздың көмегімен ашып аламыз. Дайын болған саңырауқұлақтарымызды видеодағыдай кесіп аламыз. Төртбұрышты қылып, табамызға майды құйып, үстіне саңырауқұлақтарымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Енді көк жуамызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Және аскөкті осылай үзіп аламыз. Қуырылған саңырауқұлақты ыдысқа саламыз. Үстіне көк жуа мен аскөкті саламыз. Тұздатылған қиярды, корнишонымызды осылай ұзын соломка етіп тураймыз. Қызыл жуамызды осылай 4 бөлікке бөліп, ұсақтап турап аламыз. Қызыл фасолімізді саламыз. Майонезге сарымсақты ұсақ жағына өткізіп, үккіштің араластырамыз. Немесе сарымсаққа чеснокодавканы пайдалануыңызға болады, егер сіздерде болса. Тауықтың етін осылай төртбұрышты қылып турап аламыз. Үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз. Салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Егер сіздерге салат ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.